Армыз көрермен, ақшам телеарнасында бас жаңалықтар, ақпарат беруші Аяулым Алтынбекова, алдымен аңдатпа. Қазақмыс корпорациясының ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Сәтбаев қаласында медбикелер күніне арналған байқау өтті. Аналар күніне орай қаламыздың бірнеше мекемелерінде ашық есік күні ұйымдастырылды. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында облыстық сенбілік өтті. Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ардагерлер кеңесінің ұйымдастыруымен зейнеткерлерге құрмет көрсетілді. Арайлым Шакарманованың бейнесюжетінде толығырақ. Қазақта қариялық, даналық пен өмір тәжірибесінің қайнар көзі деген тәмсіл бар. Қай кезде де ел игілігі жолында бар қажыр қайратын жұмсаған қазыналық артқа құрмет көрсету күн тәртібінен түспеу керек. Осыған дейінгі ғұмырында жас ұрпаққа өмірлік бағыт-бағдар берген асыл жандарды қадірлей білген абзал. Бұл ретте қалалық ардагерлер кеңесінің ұйымдастыруымен тылда еңбек еткен ардагерлерге мерекелік дастархан жайылды. Қазыналы қарттарға бұдан бөлек 50 000 теңге көлемінде сыйақы мен азық-түлік қоржыны табысталды. Бүгін Қазақмыс корпорациясының зейнеткерлері, ардагер зейнеткерлері осында соғыс уақытындағы еңбекте істеген үлкен кісілерге мына біздің Қазақмыс корпорациясының демеушілігімен осындағы біздің ақсақалдарға 50 000 теңгелік және мынау азық-түлік қоржынын беріп жатырмыз, таратып жатырмыз. Бізде 30-ға тарта соғыс ардагерлері, соғысқа қатысқан еңбек еткен ардагерлердің бары. Мерекелік іс-шара сазда әуенмен жалғасын тапты. Айта кетейік, қазіргі таңда соғыс жылдары Қазақмыс корпорациясына еңбек еткен 30-ға жуық зейнеткер бар. Арайлым Шакарманова, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Медицина қызметкерлері үшін ең қымбат нәрсе адам өмірі мен денсаулығы. Олар тек науқастар мен олардың туыстарының алдында ғана емес, жалпы мемлекет алдында да жауапты. 12 мамыр медбикелердің кәсіби мерекесі аясында Сәтбаев қаласындағы емханада ең үздік мейіргер 2024 байқауы өтті. Медициналық мекемелердегі жұмыстың 80% медбикелердің мойнында. Денсаулық сақтау жүйесінде бұл мамандардың рөлі біртіндеп артып келеді. Бүгінде дәрігерлердің тең серіктесі болып тәуелсіз шешімдер қабылдауға мүмкіндік алды. Салаға қызығушы жастардың қарасы да артқан. Жыл сайын жоғарғы медициналық колледжде 2000-нан астам студент осы бағытта білім алса, қызметке кірісетін түлектер де аз емес. Науқас адамдарға күтім жасау әрдайым қажет және оны кез келген адам орындай алмайды. Бұл адамдар сөзсіз өз мерекелеріне лайықты жандар. Поликлиника емханасының атынан мен сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін ең басты күн, бүгін мейіргерлер күні. Сіздерді төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті мейіргерлер, сіздерге тілейтінім ең бастысы зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан. Сіздердің профессионалдық еңбектеріңізге тілек тілеймін. Бүгін мерекеге орай біз ең үздік мейіргер 2024 сайысын орналастырып жатырмыз. Сайысқа қатысатындар біздің поликлиникамыздан әр отделенияның мейіргерлері түсіп жатыр. Отделение профилактики, отделение КДО, акушерство, ЦСЗ-1, ЦСЗ-2. Халықаралық мейірбике күні жыл сайын 12 мамырда атап өтіледі. Мерекеге арналған іс-шараға қаланың 8 медицина өкілі қатысты. Сайыс 4 кезеңге созылды. Мейірбикелер мен фельдшерлер кіріспе, сұрақтар және үй тапсырмасын орындау кезінде өздерінің дағдылары мен тәжірибелерін ортаға салды. Ата салдым, мен боламын Нұрдаулет, ұлдарыңыз, әкем Әсет, анам Ағеділ, руым Қыпшақ, Ерке. Өз өнерім туралы айтып не қылайын? Өнерімен сіздерді таң қалдырайын. Байқауда бірінші, екінші, үшінші орындарға ие болған бірнеше бөлімшеден қатысқан мейірбикелер марапатталды. Оларға денсаулық басқармасы атынан дипломдар мен ақшалай сыйлықтар табысталды. Гүлназ Амангелдіқызы, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев.
Сәтбаев қаласының емханасында және қамқор әлеуметтік қолдау орталығында аналар күніне, яғни сенбі күні ашық есік күндері ұйымдастырылды. Шараның мақсаты ана мен бала денсаулығына аса мән беру, маңызды ақпараттарды алуға бағытталды. Бұл күні аналар түрлі саланың білікті мамандарынан тегін кеңес алуға мүмкіндік алды. Қазақстанда аналар күні алғаш рет 2024 жылдың 12 мамырында тойлануда және бұл әр адамның өміріндегі ананың маңыздылығын көрсететін ерекше оқиға болмақ. Осы мерекеге орай қаламыздың емханасында ашық есік күні ұйымдастырылып, тұрғындар, балалар дәрігері, гинеколог мамандардың қабылдауына кіріп, қант диабеті, қан қысымын өлшеу сынды қызметтерді ала алды. Бүгін біздің мекемеде аналар күніне арналған ашық есік атты мереке өтіп жатыр. Қазақстан елінің аналарын, бүкіл халық елдегі аналарды осы мерекелермен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық тілейміз. Әрқашанда жарқырап жүріңіздер. Аналар күніне ұйымдастырылған ашық есік күніне қаламыздың 1136 тұрғыны өз мәселелерімен келіп, керекті көмектерін ала алды. Осы күні өз мәселесімен келген қала тұрғыны Гаухар Байдәулетова аналарды мерекемен құттықтап, ақ халатты абзал жандарға алғысын айтты. Бүгінгі аналар күніміз деп жатырмыз ғой, аналарымыз аман болсын, әрқашанда осы аналарды қорғап жүретін медиктеріміз аман болсын. Бәрін өлшеп, нетіп біліп атқан қал жағдайларымызды бір аналар тек қана қуаныштығын болсын, бала шағамыздың қызығын көрейік, не дейміз? Балаларымыздың қызығын көріп, осылай аман есен жүре берейік. Медиктерге көптен көп рахмет, аналар тек қана аман болсын. Қантымды тексеріп жатырмын, давлениемді тексеріп жатырмын қазір. Осы қазір сәтте осы міне давлением шамалы көтеріңкі болып тұр. Қантымды тексеріп жатыр, бәрі нормально. Рахмет қыздарға. Айта кетейік, 2024 жылы бұл мереке Қазақстанда 12 мамырда алғаш рет атап өтіліп жатыр. Бұл күн 2023 жылдың жаз айында бекітіліп, заңға қол қойылған. Аналар күніне арналған ашық есік күндерінің бірі қаламыздағы қамқор әлеуметтік қолдау орталығында да өткізілді. Онда түрлі сауалдармен келген аналарға тегін заңгерлік және психологиялық кеңестер берілді. Бүгін қамқор әлеуметтік қолдау орталығында ашық есік күні өтіп жатыр. Бұл ашық есік күнің негізгі ұйымдастырушы Сәтбаев қаласының аналар кеңесінің орталығы. Бұл ашық есік күннің негізгі мақсаты өмірде әйел азаматтардың өмірге қиыншылыққа душар болған уақытта заңгердің, психологтың және әлеуметтік көмек көрсету мақсатында осындай ашық күні өткізіп жатыр. Айта кетейік, әлеуметтік орталыққа отбасында қысым көріп зорлық-зомбылыққа ұшыраған нәзік жандылар келеді. Олар 6 ай бойы осында тұрақтай отырып мамандардан көмек алады. Ашық есік күні аясында 10-нан аса ана мамандардан қажетті кеңестерін ала алды. Жыл басынан бері қамқор орталығына 68 адам түскен, оның 7-еуі әйел азаматшалар. Бұдан өзге онлайн және офлайн түрде 256 қала тұрғынына түрлі бағыттағы қолдау көрсетілген. Алтынгүл Төлегенова, Гүлназ Амангелдіқызы, Айбек Өмірәлі, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Өткен сенбі Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында облыстық сенбілік өтті. Акцияға мемлекеттік қызметшілер, спорт сауықтыру кешенінің жастар ресурстық орталығының достық үйінің қызметкерлері қатысты. Сенбілікке барлығы 10 арнайы техника жұмылдырылып, 7 қоқыс полигоны жойылды. Тазалық пен тәртіп қазіргі қоғамның маңызды аспектілері болып табылады. Бұл мәселеде оң нәтижелерге қол жеткізу үшін оны үнемі сақтап, күнделікті өмірде қоршаған ортаға ұқыпты қарау керек. Осыған орай Мөлдір бұлақ ұранымен өткен Таза Қазақстан экологиялық акциясына Сәтбаевтықтарды жұмыла кірісіп, тазалық жұмыстарын жүргізді. Айнакөлдің жағасын тазалап, 15 тонна қоқыс жиналып, 4 КАМАЗ қоқыс шығарылды. Бүгін Сәтбаев қаласының әкімшілігінің ұйымдастыруымен Айнакөл су қойма территориясында тазалық акциясы ұйымдастырылған. Таза Қазақстан акциясы барысында қала ішінде корпорация Казахмыс және де жеке кәсіпкерлер тазалық акциясын ұйымдастырып жатыр. Қазіргі таңда осы Айнакөл территориясында 6 техника жұмылдырылған, одан 5 погрузчик және де 5 КАМАЗ. Қала көшелерінде де бекітілген аумақтар бойынша Казахмыс корпорациясының шағын және орта бизнестің еңбек ұжымдары, әлеуметтік сала қызметкерлері жұмыс істеді. Аралым Шакырманова, Құрмет Қожахметов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев. Бүгінге кеткен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алда орай болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар. Амандықта жүздескенше.